Хей, достар, баршаңа сәлем. Жаңа бейнеге қош келдіңіздер. Арнада сіздермен бірге әдеттегідей мен Фемто. Өткен видеодағы жақсы комментарийлер осы видеоға шығады, ал мен кеттім. Бүгін біз аңызға айналған Half-Life әлемінің екінші ресми толықтыруы Half-Life Blue Shift ойынын 5-ақ минутта талқылаймыз. Басты кейіпкер Гордон Фримен де әскери Шепард та емес. Бүгінгі батырымыз мүлдем басқа. Уақытты созбай кеттік. Оқиға дәл сол апат болған күні басталады. Біздің кейіпкеріміз Қара Меза, Black Mesa зертханасының қарапайым күзетшісі Барни Калхаун. Барни Гордон Фрименнің ескі досы, тіпті екеуі уақытында кім бірінші есік ашады деп бәстесіп, Барни оған әлі күнге дейін сыра қарыз болып жүр. Жалпы, күзетшінің жұмысы тыныш, компьютермен пасьянс ойнап отырған ғалымдарды бақылап, уақыт өткізу еді. Бірақ Барни секторлардың бірінде бұзылған лифтіні жөндеуге төмен түскенде зертханадағы баяғы үлкен апат каскадты резонанс орын алады. Жарық өшіп, лифт құлап, жан-жақтан өзге ғаламшарлық құбыжықтар шыға келеді. Барни есін жығанда, құбыжықтардың оның әріптестерін жеп жатқанын көреді. Ол аман қалу үшін дренаж каналдары арқылы жоғарыға, сыртқа қарай жол іздейді. Сыртқа шыққанда Барни тағы бір сұмдықты көреді. Кешенге келген ақша әскерлері адамдарды құтқарудың орнына, ғалымдар мен күзетшілердің көзін жойып, мәйіттерді тығып жатады. Осы кезде Барни тірі қалған доктор Розенбергпен кездеседі. Розенберг пен оның әріптестері кешеннен қашып шығудың құпия жолын ойлап тапқан екен. Ол зертхананың ескі, ешкім білмейтін құпия телепортация құрылғысы. Бірақ бұл телепортты іске қосу оңай емес. Ол тікелей жұмыс істемейді, алдымен Зен, Хен әлемі арқылы өтуі керек. Розенберг Барниді Зен әлеміне барып, сол жақтағы фокустаушы құрылғыны іске қосып келуге көндіреді. Барни жалғыз өзге әлемге секіріп, құбыжықтармен шайқасып, құрылғыны сәтті қосып қайта оралады. Одан кейін де қиындықтар бітпейді. Телепортқа қуат жетпей қалып, Барни ең астыңғы қабатқа түсіп, өмір мен өлім арасында жүріп үлкен аккумуляторды зарядтап әкеледі. Осы арада әскерилер де зертханаға баса көктеп кіріп, оқ жаудырады. Бірақ Барни мен ғалымдар бәрібір үлгереді. Олар телепортты қосып, ғалымдарды бір-бірлеп сыртқа жібереді. Ең соңында Барнидің өзі секіреді. Секірген сәтте жүйеде ақау шығып, Беканың денесі кеңістікте бірнеше жерге, тіпті әскерлер Гордон Фрименді ұстап алып, қоқыс пресіне тастап жатқан сәткеде телепортталып кетеді. Бірақ бағына орай, бәрі сәтті аяқталып, Барни зертхананың сыртында, ғалымдардың қасында есін жияды. Олар көлікке мініп, Қара Мезанан біржола қашып құтылады. Достар, бұл дополнениеде ешқандай жұмбақ жемәнда, үлкен финалдық бостарда жоқ. Бұл өз күшімен аман шыққан қарапайым күзетшінің оқиғасы. Бірақ бұл Барни Калхаун алдағы уақытта Half-Life 2-де өте маңызды рөл атқаратын болады. Міне 5 минут ішінде бүкіл сюжетті шемішкеше шақтық. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Пікірге өз ойларыңды жазыңдар. Сіздермен бірге болған Фемто, келесі кездескенше, сау болыңдар.